Long before borders were drawn, before the reign of Genghis Khan, nomadic tribes have roamed the remote Altai mountains of Asia. For over 1,000 years, these tough nomads have used golden eagles to hunt for the food and fur they need to survive the incredibly harsh winters. And for countless generations, this precious skill has typically been handed down from father to son. But this relationship between man and bird is finite. Custom dictates that after 7 years of loyal service, an eagle must be returned to the wild to continue the circle of life. Vay yarabbim. Sende jası yok. Allah akbar. Sende jası yok. Allah akbar. Al canavar men. Senin de bostandыққа шығатын уақытың болды. Бірақ көп жыл салдым. Тек қана сен маған жақсылық әкелдің. Қоштасу маған оңай емес. Жіберем, әр нәрсенің өзінің шегі бар. Сен де жалпылама ата дәстүр жіберу. Көкке қара. Бұл тек қана саған арналған. Бұдан бірнеше күн болады. Maşallah.
Менің атым Айшолпан. Осы айдың мамырында 13-ке толдым. Мен Алтай тауларында туып өздім. Көшпеліліктің бағасын. Мен әкеме көмектесемін. Біз көп деген нәрселерді істейміз. Ұстады! Мен әкемді жақсы көремін. Әкем маған жақсы үйретеді. Мен атам, әкем маған бүркітші болған соң. Мен болғанда атамның жұрттың жалғыз нәрсе екен. Құс. Бізге құс өте қасиетті. Қыз бар деген құс жоқ. Сол нар жағында біздің қанымызда бар деген сөз. Қар жауып тұрғанда аң қуып түлкі бүркіттің түлкі ұстап осындай жаққа өте сақ болу керек, бүркітшінің қауы шекеу. Сондайға керектеріміз болады, бірақ керек жарақ тымақ тіккізіп жатырмыз мысалы. Енді тек қана бүркіт тойы. Шүкір екі рет чемпион алдым, неше ретке алдыңғы бесте болдым. Өте қызықтым. Қолым пышақ Киімге қарайды, атқа қарайды, ертімінға қарайды. Мен атам, әкем маған бүркітші болған соң, қарап бүркітші болғым келді. Айшолпан болғанда кішкене кезінен бастап сол бүркітке әуес болып сол. Жем беріп жатқанда сол барып қалды, бітті, аяғын жаңы бош жүрген кезде барып қарап тұратын, қасына барып әкесіне. Әкесіне тартқан ол, маған тартқан жоқ. Аз деп ойламайым ғой, өйткені ол сол аңға шығып сол қызықтап өз еліктеп қызық жүре бергеннен кейін мен де соны қолдап отырамын. Өте әдемі. Өз баласын да көрдім. Ұстаған ұстасы өте ыңғайлы. Ұстан өте орықпайды, төкті, қорқады. Мына өзі қанда бар ма? Мен атам, әкем маған бүркітші болған соң, менің арманым әлемдегі бірінші бүркітші болу.
Ashulpan's family supports her dream of becoming an eagle huntress. But there are more conservative voices in the eagle hunting community who have different opinions. Жоқ. Қыз бала өте қоңыр салады енді неме қалғыш. Ол әйел адам өте зор. Еркек адам салады ғой. Ал енді бұл ата мұраға жаңа жалғасыны болғандықтан ол әйел адам қорқақ болуға болады, нәзік, әлсіз болуға болады. Сол еркек адамдар баяғы сол бір саятшылық құрып қырда жүреді, онымен шай суанын қайнатып, әйел адам үйге отырып қойды. Сол енді малдың сау одан сол тамақ істеп, күтістеп деген сияқты енді малмен алыс. Енді ол кезінде қыз баланың тауға жүруі, одан атпен аң қуу деген нәрсең ауыр тиетін нәрсе ғой. Шыға қоймайды ғой, соқықта тауға. Çolpanın таза ода керемет екен, әкемен бүркітші олайшы деп. Үсті осы өнерді тастамай келесіміз. Çolpan! Бұның ішінде көп адам айтты, мына балаң атқа міне алмайды, тау тасқа жүре алмайды. Тойға қатысқанда кішкене жүрегіміз қобалжып, қорқыңқырап еді, құсымыз. Өзі бұл енді ұлда бір қызда бір ғой. Ұл баласы деген нәрсені талпынып қыз баладас деуге болады. Мені үйреткен кісі бірді әкем. Бұның талабын қайтармайын шетеп. Қайта үйреткен. Мазақ еш. Мұндай кел. Баланың ана балапанда Çolpanға үйреткенде басы томағасын бейгізіп. Жа болады. Алам томағасын. Кез. Қайтасың. Ой, дұрыс. Қоянды төмегенін Çolpanға сүйреткізем. Шырға тартқызам. Жа, ян жерге бара ма? Қол дәлдіп күйге қарай, сөйтіп көріп. Айғайлап шағын, қадып шағын. Қатты жүгіріп. Шыдай. Дұрыс сөндір. Ой, жақсы болды, өте әдемі кеп тұрken. Бүйтіп қашқанда, түлкіде деп сөйтіп отырғы балам. Соны дәніктіріп барып соған түсет. Соны дәнде бәрі шырғашылып отын себебі сол. Қолыңды көтер. Қолыңды düz ұста. Жақсы болды. Çolpan! Dұрышымыз деді. Екіден шақыруға келтіріп кететін болады қолға. Құсты бұлай жібересің. Назарында отыр. Қайта. Жібер балам. Қайта. Болды. Жақсы болды. Жарайды қызым. Албаты жігіттің қолынан келмейтін седім. Жегін келді ма? Қолың ауырды ма? Тұқтадың ба? Жегін келді ма? Үйге барғасын бере ме? Қырда мектеп жоқ болған үшін соның орталығында мектепке барамыз. Я мен жатақта тұрамын. Сен кімге тартып?
Öyle oynar mısınız? Yok buna bizim bak. Koşuyor bırak. Жақын жүреміз, онша үйді көп сағынбаймыз. 5-ші күн үйге барамыз, сосын 6-ші күн күтіп. Сіңілмен бауырым бәріміз бір бөлмеде тұрамыз. Мен сіңілмен бауырыма бас көз боламын. Я мен сабақта жүргенде жақсы бағалар аламын. Емші болғым келеді. Бұл негізі бүркітші болған екен. Kişi tamamın dayım oldu mu? Sarı tanrı sen tarıyorsun. Alacağım kızım. Kenirseдің сабақ қандай, күн жоқ па? Мен қайда өзіміздің кластың баласын жең кетіп, бәлі жық кетіп, ұлдарында жығыр сөйттім. Кластың бір алақты. Бұған деген ой десе әкел, кеңеске. Al жаққа ұсап тұрмын. Until now, Ashilpan has been using her father's bird to learn the basics, but really she dreams of earning an eagle of her own. Өзде талаптанып болмай бүркіт алам деген не болса өзі қолынан үйретсін. For a few days every year, a baby eaglet is strong enough to survive outside the nest without its mother, but not yet quite old enough to fly away. Today, there's the rare opportunity to seize a 3-month-old eaglet from a nearby mountain. Қатқыра болып жетті, ендік атақты спектр осыны алып келесін келмағын екен. Да, бүйіртсен оған өтіретін. Ой, жарықтыға я. Бар екен баладан, 2 балапым бар екен, бір ұян. Аяты жетіген, ерекеген балап бар екен жарықтыға. Жеткен екен, не балам көрдің бе? Ne saatapın beden tangul beden yan turdu. Son bir balapına atran. Ay Allah. Tavukların lağına kıttırıyor bu olsun. Gördün mü? Yendekemiz. Yürü. Aramın bir var başlarına. Arkamdan götürdük ben öterim ben. Hadi kol tutun da. Burada sıkıntı var. Handarı mısın? Ne oldu kapatın? Ne işte? Ay, öte kapatın. Ake. Bak, bir kolun yerde çıktı. Yerde çıktı. Bak.
Tasla mıktar sorun, tas boş bak. Bismillah. Hakan çıta oldun. Zara da. Gel. Bir or. Al. Ake koy vermez. Artta, artta. Tasla mıktar sorun. Ake koy vermez. Or. Şöyle. Şöyle. Koy vermez. Koy çoktan. Ya sen mıktar tutma. Ya mıktar tut. Ya bu. Arkam takip etti. Koy ver. Ya canım. Mıktar tutma. Bakma. Ayak koydum. Hey. Ya arkasını yaslayayım bak. Koy ver. Koy arkamı koy verin derse. Koyma bana. Bak koydum. Ya bu. İlk bir katak dur. Açılma kırayım bak. Al. Hey. 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 Kırayım bak. Bakma. Al kırayım. Vay. Küçük koy ver kalmış. Koy ver. Şimdi sağa bakın. Eke koy veriniz. Oh. Hadi tartınız. Yola kandı bak. Hadi. Hadi. Tezet buram. Tezet ana ineç gelecek. Koy arkamda koy veriniz. Koy arkamda koy veriniz. Tezet buram. Tarttan gitti. Paradı koy bargan sayın. Yo barır bura akın barır. Arkamda koy ver. Koy versin. Hadi. Yo böyle sen. Gel. Hey. Ana ineç gelecek. Dur. Hey. Gitti sen. Kaysar kendine geldi bile döndü. Hadi. Satayım mı onu? Kaysar kendi tartınız. Bismillah.
Zaten oldu canım. Körek çarptı kanday ekene. Oo çarptı kaya çarptı. Al bismillah. Ye, dost durum жақсы dedim. Kıyımdaki dünyası. Ağız büktüm özümde kettim. Al bala ben ammaçlık bol beni küzdü. Öldüğü aydan basıp balapanı kayramız. Саңғыға деген енді өттенеге саяқ кезгедім. Оған жаңық қая. Жақсы нышаны ғой, құт берек әкел үйге. Қая, кетіп бәрек. Бисмилlah. Вот, міне жаңық. Үйге орадың ба? Оралып шыққан. Орадым. Қиын екенбіз. Қалай бақин үйе көргім шыққан, оларға жағын. Қиын бекен шаршадың ба? Жоқ, шаршағам жоқ. Менің жан терім шықты. Аяғым қайды, арқаннан ұстап қасынан шығып кеттім. Ең мықты болдың енді. Албатық түсе алмайтын жері болдың. Соның ішінен өзің дүзге боласың. Мықты бүркіт сияқты ер жеп болдың. Қорықпадың. Соның жақсы болды. Өзіме тапқа мықты бүркітші бол енді. Рахмет. Бүркітті жақсы көрем. Бүркіт үлкен қылып өсірем. Бүркіт тойына барам. Өте биік Алтай тауының сілемі. Соның құсы енді қатты қарам болады. Балапан Бағудайдан өзіне сәйкес өте қалан керемет балапан болып шықты. Өз ұлболақ сияқты мінезде, сыртқы пішіміде. Ауа райының болжамы алдын ала мәліметіне қарағанда барлық өлкелерде ала бұлтты ылғал түспейді. Желдің жылдамдығы 3-тен 8 метр секунд. Ауа температура күндіз 8-ден 13 градус суық. Nasıl alanda? Mınау бесікте жатқан дегге. Мынау сәй, чолпан. Чолпан. Қымбатты радио тыңдарман қауым, қазанның 2-сінен 3-іне қараған бір тәуліктің ауа райының бүркітшілер тойына бір күн ғана қалды. Әке, бүркітшілер тойына мен де атсайыншы. Ой, оның қиыншылығы өте қиын болды. Бүркітшілер тойына қайта қауышып отырмыз. Өтіне. Алаңдамаңыз. Жоқ. Мен кетіп қаламыз екен. Мен кетіп қаламыз.
бойына айлана ма? Жетер. Немен айлана? Алдына артына бірақ қарап шығады. Анда құсып айлана ма? Ең алғаш қыстағанда қорқым ба? Қайда өздеріңіз сұртпай кетпей ма? Жоқ. Қайда байланып келем ма? Қайда? Шақырасыңдар ма? Бүркіт берген. Мені байланасыңдар бүркіт шақырған ба? Сонда ана бар ғой, басқа ел көтеріп жатырқайна? Қай жатырқаманы қолың бейт қалады. Сонда бізді бүркіт жоғымыз келді әрине. Бірақ бүркіттен қорқамыз. Meni үйреткен кісі ден ақыл кеңесін ап, ақыл кеңесіңізді беріңіз, батаңызды беріңіз дедім. Ол чолпан батамдар мұз балақ деген құс ана балағын көр. Қолға түспейтін құс. Чолпан бүркітші болам деп жүр. Болады екен. Түсінбейтін адамдар. Бүркітпенен жағаластық. 5-6-сы атамыздың бір қарды. Дегені мен әкемнің әкесінің бүркіті аюға түсті. Енді қыз бала тәрбиелегенің дұрыс. Содан енді бұл ұрпақ жалғасқан нәрсе. Болады екен. Екеуде жасырды, тәрбиет үйретілді. Азыр Чолпанға батаңызды беріңіз, Чолпан. Ай, Чолпан! Ай, Чолпан! Ай, Чолпан! Берген. Қолға түспейтін құс бала. Ya balam, benim yolumdu versin, derine sağlık versin. Ben siyahta aksakal tartıştı bunu. Kolumdan kuş götmesin, beldeğinden at getmesin. Ne tileğin tilek olsa, sonra tileğinde Allah kabul versin. Allah. Verdim bana, bana. Allah biletini çıkar endi. Köp kaçmasın, bunu gerek. Екі балапан бірдей, аман бол. Қара көңілдік болады. Қыз бала өте қауыр салады, енді қағушы болмаса қыз баладар көп салмайды ғой. Мейлан қыз балаға дегенде ананы көріп енді талай қыз баладар әлі бүркітшілер енді қыз баладарды үйретіп ана ұстап шығарады ғой ана. Ол енді оқыс болуға болады кісіні неметіп содан сақтану керек. Бабын білмейді енді ананы. Бүркіттің өлімі кристалға айтқанмын, бұның өте адамға ептілік, өте мықтылық қозғалысты. Албата шейін қолына қондырсақ бүйтіп, сосын да түре соған кісінің бәрі бүркітші болмайды. Ол қыз бала қаншасымен түбінде тұрмысқа шығады. Күзде жазда, күзде көктемде тігеміз. Қыста жылулыққа ола осындай нәрселеріміз болса. Біз үшін болған енді олай көргеніміз, жасымен көргеніміз осы болды. Өтті табиғаты маған бір өте ыстық көрінеді. Анамыздай көрініп кеткен жер.
Өлгей қаласы маңында ала бұлтты ылғал түспейді. Дәстүрге айналған ұлттық құндылығымыз бүркітшілер тойына небәрі 4 апта қалды. Бүркітшілер бүркіттерін дайындап, шырғаға шақыру қатарлы дайындық үстінде қарбалас болар. Ал бала мен тойға қатысып, бүгін айғайлап шақырғым келетін тұғын. The skills Agalai is teaching his daughter strengthen the bond between Ashilpan and her bird. As their relationship deepens, the eagle learns to listen for her call. As they start to work as a team, the response times improve. Аймағымыз халқы дайындыққа кірісіп те кетті. Шетелден келген туристерге жақсы шоу тарту етпекпіз. As the festival draws near, the excitement builds across the region. This is an important opportunity for eagle hunters to honor their tradition, represent the tribe, and parade themselves in front of an eager crowd. Я таудың бастан қой беріп, қайтып шақыртын мысалы көрсетейін. Біздің бүркітшілер тойының ең алғашқы бастан шақырудан басталады. Жарайсың қызым, әдем ұстадық. Ал балам, енді мына құсты сен өзің шақырып үйрен. Тарас биік тауға шығып қой беріп ұқтың ба? Айға көтер ал. Айға шек. Қадап айғайда. Төрешілер бұл шақыруға. Сол төрешілер отырысына қарайды. Біреу енді құс шыққанда қайтып ұшты. Уақытын ұшты ма деген шақыру жоқ. Секундқа қарайды. Онда ар жағында сенімдік тағым пайда болды да маған. Енді мынау енді нағыз шыңданып енді бүркітойына қатысуға жарайтындай болған екен деп. Асықпа жеміңді же. Ертеңге дайынсың ба? Ертең қалың кісі барады. Соған дайынсың ба? Бәрі жақсы болады. Қарның тойды ма? Ашуланба ғой, қарның тойды ма? Ашуланба? Болды енді чөккіл деме. Ертең бүркітшілер тойына қатысып, той жесең шалмай қаласың. Той жесең болмайды, шалмай қаласың. Қолыңды бояп берейін ба? Бүркітшілер тойы ертең барады сол. Ертең басқа қыздар келе ма? Жоқ, менен басқа қыздар жоқ. Үлкен ер азаматтар.
Al енді балам ama. Ертең жолға шығайық. Аттен барған жер көп жүр. Саған керемет алайын. Осы бүркіт тойына ең алғаш қатысып тұр. Тағы сөйлей біреуге барып жүрсің, шешін. Sen biz adam soğuk değil de. İyi öyle. Бұл өзі бірден талаптанып, бірден бүркітші болып, әкесімен еріп. Жоқ, қыз бала, ұл бала істегенді қыз бала да істеуге тиісті. Бұл тойға қалың еркек бүркітшілер келіп жатыр. Әмбесінде сабақ оқиды, көп чарчап, неметіп келгеннен кейін. Атқа мінгенде мынау Шашымен тіктейсің ғой. Ashulpan and her father have made the long journey to the festival on horseback, carrying their 15-pound birds. En жақын осылап тыңдатпен суарып ап, шаршады ғой енді аттар енді. Шаршадың ба? Жоқ. Өте. Алла қаласа. The provincial capital of Ulgi lies in the foothills of the Altai Mountains, a full day's ride from the family's winter home. It's the biggest town for 100 miles. A visit to Ulgi is a rare treat for Ashulpan. Нәзік, аянышты, аяулы болады. Сондықтан мен мына осы театрға өтіріп өсіп қалай болады деген сияқты ойлап көп келдім басыма. Ол сияқты Даржанда кішкенегі дарыны, талаптылығы, шыдамдылығымен шығып құсқалайшы бір ғой енді қазір. Қайырлы таң, Батта радио тыңдарман қауым. Бүркітшілер тойына бір күн ғана қалды. Жыл сайын тойланып, дәстүрге айналған бүркітшілер тойына қайта қауышып отырмыз. Аймағымыздың барлық өлкесінен осы фестивалға қатысу үшін 70-дей бүркітші аймағымызға келді. Sayat Toby, the Eagle Trainer's Mountain. For decades, this unique rock formation has provided a natural arena for the annual Eagle Festival. О, балам көрдің бе? Бүркіт тойады ғой, саяттың болғаны. Бүркітшілер. Халқым жиілікті ғой әне. For years, proud men have brought their eagles here to preserve tradition and battle for the title of champion eagle hunter.
girl has ever competed in the history of this festival. And Ashulpan is arriving unannounced. Assalamualaikum құрметті тойшылар. Біздің халық көкке бағын бағалап, ер жігіттер батырлығын дарылап, ғасыр бастап, бақытқа да келелдік. Сәнбет ғана еркін күндет бәсеттен өліксет надымшта. Ortalarımızдағы қарт бүркітшіміз 80 жастағы 58 жыл бүркіт салған. Бұл енді жас бала екен анау енді. Осыдан кейін Айшолпан. Кім? Туризм жұмысындағы емес. 67 бүркітшіден талай мықты кісілердің ішінен сыналып бірінші орын болу деген өте некен сияқты кезген нәрсе. Bayrağımızda көкке көтерген міне бүркітшілер шеруде алдарыңызға келуде. Bayraқты көкке көтеріп, түйелі көшті деген жетектеген, бабамыздан жалғасқан қыран су қолға отырған азаматтар, сайдың тасындай жүзген сал серілер алдарыңызда. Қадірлі тойшылар, ардақты сіздер, мынау сүйінші апатқа бөлінген азаматтарға шағыттарыңызды аямаңыздар. Тағы да үлкен тоймен жалғасып жатыр. Серуінді қоңғармай. Біріншіде жоқ, атқа мініп мені киім көрсетті. Баға қойған кезде атқа қарай, киімге қарай, бек тұманға қарай. Аты, егін, от. Мынағанға бұрықталы қойын бәкіне. Тегін. Жолыңыз бос. Önce doğrudan ayıkalım. Temiz, on. Kadınlar kimisi fırsatı çıkarırsa antayı. Ardak. Arayın bir üstünde olsa hızlı ardak koyar. On. Oy, savaş adamı. On. Altayı sulanlar geri getirdiniz. Böyle. Al, çıkınız Ayşulpan. Al. Şapat. Kelesi sıkım değilsin. Ayşulpan dedi tutsun koyar. Ayşulpan dedi. Derken. Geçilir hocam. Siz götürün. Al. Götür.
Ал енді ол сайысқа түскен оңай емес қой. Иә. Оның үстінде қалың бүркітші, еркек бүркіттің ішінде аз қыз бала отыр ғой. Кімба, қай бала? Қай бала шақсай? Сегіз, 18. Мықты. Екіншісі бүркітті қолға шақыру. Арнайы дайындалған аң терісінен дайындалған шырғаға бүркітті тау басынан шақырады. Ол да жоғарғы сияқты қаншалықты жылдамдықта, қандай өнер көрсетіп, қалай түсті деген. Сол шолпан шақырт дегенде, мен қой берем, шолпанды шақырып алады. Қайлы арамды қаша келесі бүркіт тұрасың. Келесі жақында тұрасың. Ана тұрасың. Тойға қатысқанда кішкене жүрегіміз қобалжып, қорқып қырабел құсымыз дұрыс келмей қалам ба? Мен анау қалауым мен қалам деген сияқты көп. Менде мына бұрындегі мынадан да ағасы бар. Ақ сексенік ай шолпан. Атың ие болып тұрар бақпашып, атың кістің арасы келіп соғылып болмасын деген сияқты деп сондай ақыл кеңес. Атың кістің арасы келіп соғылып болмасын деген сияқты. Bismillah. Қайда бұстау өтекен? Ой, тамаша. Ай, қайқытты өйді. 10. Барыңыздар сайға шығасыздар деп айтып отыр. Айшолпанның қысы жақсы келді е? Жақсы келді. Құдыреті күшті ғой. Құстар қарамет жақсы қаншықтымда. Мен емес, барлық бүркіттердің құсы жақсы түсті. Ол бүркітті үйіне байлап қойып қондырған кісінің бәрі бүркітші емес. Әйел адамның қолына құс қондырған. Үйіңе барып, демің даласы. Әлі қайда, мынау бастамасы ғой. Ой, соң кете көреміз ғой. Ол бастамасы ғой, әлі қайда. Екіншісі бүркітті қолға шақыру. Ақ иесі арнайы дайындалған өзінің жанындағы жүретін азығын бүркітіне көрсету арқылы қолға шақыру. Үшкенде бүркіттер ұсқай берісті. Ол қолға шақыруға қаншалықты жылдамдықта, қаншалықты өнер көрсетіп түсті дегеніне байланысты қорытылады. Халықтардың көзін оттай жанғанын бірінші рет көріп тұрмын дейді. Осындай тойлар халықтың көзін жандыратын тойлары жасасын. Алия тоба қала бастады. Келесіз кім?
Содан болған деп. Мына құсымыз қандай бағым деген мыналарға көп топқа барғанда қайсы бір құс үркіп қорқып алып келмейді. Ай бүркіт теріс кетіп қалды. Далай жүгірсейші. Сол халқым күледі, ой ана санақ дегендердің құсы келмей қойды ғой. Жасақлар бүркітіне беретін басы табанға бар. Жүр Айшылдым. Жүр. Шақыра баста, бастады. Қолыңды көтер. Алаңдамаңыз. Айғайда. Байыр күрге. Суға қара. Мына шалдан сен шығады. Мен жүрегім дүрс шош. Суға қараңыз. Ука. Бұлытты жаратқан. Байын тұрды. Ай шолпан. Әкем отырамыз ба? Тұқам ғой дейтін. Ода отырады, бағана ол бір. Ой, шолпан! Қазақ кім еді? Ай шолпан. Кім бала? Енді қазақтың өте сатып күшті. Қатын қаржа еркін болдайды. Икемдеп тұру алып, немет бұйыртып. Ал енді ода болсын бағың о дедім алдында. Бала. Ай шолпан ең жас бүркітші, әрі ең алғашқы қыз бала. Я солай өйткені енді халық көрді, төрешілер көріп отырды. Шолпан шыққанда құсы қолына кеп қонғанның өзін рекордын бұзып 5 секундта 6 секундта түсу дегенде мыңда біреу бұрын шығып қалған. Шолпан! Жана тұрған. Өйтіп қойсаң осындай бұл ағайын. Қазақтың сәлемдерін жақтықтан. Дәл үйтіп жеңет деп ойлағам жоқ болатын. Енді ол енді құсы келсе дәл енді бірінші орын иеленеді ғой. Бірақ келгеннен кейін құсы қолына кішкене жүрегім сондай қауалды келді. Тыңдаңыздар ағайындар, бұл тойдың тағы ерекшелігі кішкентай қыз бала осы тойға қатысты. Бүркітшілер сыйлық беруге әзірледі. Бірден екі кемпір жарысса біреу бірінші келеді деген қазақта мақал бар. Сондықтан үшінші орын болған азаматтан бастаймыз. Үшінші орын Нұрболат Дана.
Қымбатты көрермендер, тыңдаңыздар. Кереметтей ақындығымен бірінші орынды жеңіп алған Айшолпан! Ал енді онда өте қуанышты болды. Көзімде жас келіп тұрып қуандым. Аздап қатысып сөйтіп келе жатырмыз ғой. Бірақ мен оған сенбей отырмын ғой мысалы. Жоқ, негізі енді өзі жеңді ғой, енді қыз бала деп бірден енді баяғы. Екеуін де бірдей. Анау саяхатшылығы да. Бірақ дәл енді қыста енді тауда жүріп бүркітші бола ала ма, болмай ма дегенге оған енді мен өзім де мысалы кішкене сенбей отырмын ғой. Өте ғажап болады. Таудан өте биіктен, өте ұзақтан ұстайтын ұқсап, жақыннан неметпейді. Қыста қар жауады, боран соғады, жон жотаға жүреді. Нағыз сынақ. Шыдамаз болады, шыдам болмайды. Өзі қыстай мысалы тауда жүріп, мысалы енді құсымен аң алдыратын болса, онда нағыз бүркітші. Үшін дәлелі үшін кеттіңіз. әлі мойындамай жүр. Бүркітшілікке әлі болған жоқ дегендей маңызды айтып тұр ғой. Ал қайсы бір адамдар баяғы іштарлық адамдар көрілмейтін жағдай болады енді. Адамның бәрі бірдей емес қой. Мен бүркітшілер тойына барғанда нағыз бүркітші екенін дәлелдеймін деп ойлап отырмын. Әке, таңертеңде бір шай ішпеп, бір шай ішпеп. Шайымды әкелгенсің? Аңға қашансың? Аңға келесі 6-7 күнге шығарып келесі келгенде. Біз атымыз тағалап, мұзбен қарға жүруге дайындалдық. Соңында нағыз бүркітші болатын мүмкіндікке ие болдым. To fully test her hunting skills, Agalai must take Ashulpan deeper into the mountains than ever before. But first, they stop off for guidance at the home of a master eagle hunter in a remote village close to the Mongolian border with China. Күндерден бүгін көзге шығып кетіңдер ғой, осыларға жүрген жерге қысарға қиын уақыт екен бала. Алғасы ұсақ. Әкеммен далайқамаға барлық бүркітшілер тойына қатысып жүрген. Ол менің ағамдай. Ағылым алатын нәрселер көп қой бұл жақтың халқына. Айшылпанның балапанын көрдіңіз ба? Қандай екен? Жаңа ойлап жүр. Екен енді өзің қайын деп ойлайсың ба енді? Жақсы, көре
Түлкі көп. Аң бар, аң жерде. Кішкене тайғанақта. Бұнда өзі бет алысып астында қатаң бол. Көтеріп жүрген қыз бала тұғыр ұлдардың өзі көтермей кетті соңғы жылдарда. Енді бірақ қалан кішкене сақ жүру керек. Бұл бере жүргенің дұрыс шығар. Иә, солай. Сен кейде баладарымызды аялап кетеміз. Иә, солай. Ойлаған жоқпыз. Айт шолпан дәл енді қыз бала сала қоятты, үркітті. Екен енді бітті жасынан, аршатайынан, үйінен көргендігін мықты болады дегенге сенем. Бізге болғанда ата көрген оғы жонат, шеше көрген том пішеттейін. Having won the Gold Cup at the festival, Ashulpan's journey now takes a more personal turn. As she heads out into the mountains, she leaves her public victory behind. She will now attempt the final step on the path of full eagle hunter status. She will have to be patient. Finding a fox out here can take weeks. Sonar parapağının önünde. Al endi qusqa chiqqanda ol oңай yerмен жүрмейді ғой. Сол сақылдаған аязыңызда далаға түскара жүру оңай емес қой. Мұндай қаттарыңызды келсіңде оппағаныңыз ойылып кетеді. Ойылып кеткенде кей кездерде ағатын бірақ көміліп кетеді. Жүр барам. Осындай ат жүр. Тастардың арасымен жүреміз. Қиыр, қар өте қиын. Соның жерінде күннің суығы өте қиын, 40 неше градуспен тұрады. Тоңамыз қаламайды. Аттар суарғылар, зор көп жер жүрді. Жүр, бір қойды қарай. Әне, ой. Cemaatin çöl, kantla.
Осыны байқаңыз балам. Түркілерімізді осыларымыз жауапты. Ashulpan and her father will venture onto the frozen steppe by day, but will return to the village at night for shelter. They are determined to repeat the process until she proves herself a master eagle huntress. Ver jir balam. Tayıp ketmesinden karnın üstüne aç. Şu. Tulkunumuzun var. Balam bunda gitti tulkumuz dibine. Jağa etken tulkumuz eke. Жерінде сол сылқын табайық. Ал жүр балам былай енді бар жүрді. Тауға шығып кетті ғой. Tulkunumuzun var. Al jür balam barı var. Tavağa geçeceğiz. Қайда қашасың, қайда? Бүркітшіміз ең биік таудың тұрғысынан алады. Биік. Танжар көріне. Қайда қайсасың, қайда? Сол кезде қағушы түлкіні қағып шыққанда көтерілендіріп жібермеу керек дейді. Не кері қайда. Дұрыс бір тасқа тастады, дұрыс тасты, дұрыс тастап. Кетті, ол алғашында бір түскенде сөйтеді ғой балапанымыз. Қорқыттың ба? Қиын ба екен аныстаған ұзақтан кеп? Мықты болды қараған. Ана биікке шығып шықты. Жарайды. Осындай жаққа өте сақ болу керек, бүркітшінің қалы. Тату тәтті жүрсе аңдалады. Al balam oған ренжі бе. Ана таудың аты бар. Ана таудың ана тауға өтеден ол жан берімі оңай емес. Оған ренжісін іштеме жоқ, уайымдама. Бірақ балапарың жақсы екен. Кез кетіп алам.
Әне сол қорықтасқа барамын. Жарайды. Бес, қатты. Жаңа яқсап кетейік па? Қарсы болмай соңға. Бері бұр, қиятын басын бері бұр. Бос, бір тұста. Жүрмейді екен. Тұста, кетің жатынды. Атын жетілі бұр. Дәгімді тасқысын жүрмейді екен. Çok. Soy bayağı. Gelsin aklı izlet. Hadi. Vay. Жақсы болды балам, жақсы. Ұстады. Ал балам енді. Көрдің бе ұстадым? Көрдім. Жақсы болды оны. Ясат. Көрдің бе? Балапан ұстақ болды, жақсы болды. Жақсы көрдің балам бір күтімді. Рахмет. Тұяғыңды чайнаған жоқ па? Өте жақсы болдың ғой, алғаш рет бау ашқаның.
Өте батыл екенсің, ұзақтан кеп ұстаған. Мықты болды Ақбал апаң. Сен өте мықты болдың ғой, бүркітшілер тойында да бірінші болғыздың, жаңа алғашқы бауыңды тағаш. Жарықтың ол оңай балапан емес. Өте мықты болдың Аққанат. Бауаша түлкіңді қанжаға байлап бірей. Ой, жарықтығы. Опа. Мамаңа алып барып ішігін жағасына салдыртамыз балам, ә? Мамаңа ішіктіп беріп. Жарайды. Al жүз бара күн, үйге бара күн. Маған да қуантамыз ба? Қуантамыз қазір барағымыз болсын. Атамда қандай қуанады екен? Қуанады ғой, бұл тұқтақтарған бұл. Өте қуанышсың ба? Қуаныштамын. To the sky, oh, look up and don't ask why. Oh, just take an angel by the wings, beg her now for anything, beg her now for one more day. Take an angel by the wings, time to tell her everything. Ask her for the strength to stay.